айтылатын әңгімесіне боламыз да. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты шығармадағы кейіпкерлер типтерін жасау тәсілдеріне қарай анықтаймыз. Ол үшін қазір барлықтарыңыз орындарыңыздан тұрамыз да, ромдық қозғалысқа түсеміз. Өзіңіздің айналаңыздағы ресурстар жинақтаңыздар. Ресурстарды алыңыздар. Ресурстарды жинақтаймыз. Алып отырамыз, тешіндамын. Қазір біздің өтетін тақырыбымызға қатысты, сансырай сарасырайға қатысты ресурстарыңызды айта отырып, тақтаға ілеміз. Жалпы сансырай сарасырай қандай жазушы? Ол туралы қандай деректер білеміз? Келейік тақтаға. Әркім бір-ақ сөз айтады да, тақтаға келіп білеміз. Сансырай сарасырай 1925 жылы Султыр деген ауылда 29 сәуірде дүниеге келген ол. Жақсы. 29 сәуірде дүниеге келген. Жақсы. Келесі тақтаға кироват ұстамайды. Сансырай сарасырайдың Тәмішқара әңгімесін оқыған сәтте сіз оқыған бүгінгі деректерден қандай кітаптан қозғалғыңызға келді? Ендеше мына нәрсеге көңіл бөлек болды. Бірінші қараңыздар. Енді қараңыз, осы фильм сіз оқыған осы Тәмішқара әңгімесіне жақын келетін тұстар бар ма? Қазір бірге отырып біз талдаймыз. Енді осы фильм нешінші жылдары халықаралық кинофестивальдер конкурсына қатысқан болатын. Қай жылдары? 67 жылы кинофестивальдер конкурсына қатысып, қай қалада өтті? Қай мемлекетте? Францияның елінде өтті. Қай қаласында? Кан қаласында өтіп те бірінші орында болатын. Түсініп көре? Қарай кеттік олар. Енді біз қазір Тәмішқараны талдау үшін, бәріміз бірге Тәмішқараны талдау үшін өздеріңіз жаңа таныс болдыңдар кейіпкермен. Енді менің қолымда кейіпкерлер бар. Жұмбақ кейіпкер, мені түсінетін болатын негізгі. Біз жаңа жазушы туралы жақсы ой идеялар негізгі ойларды айттыңыздар. Тағы да қосымша мен сіздерге айтып өтейін. 1920 жылы 29 сәуірде дүниеге келді Краснодар селосында, Жамбыл облысында. Аудандық Краснодар аталатын газетте жұмыс жасады. Одан соң хатшы редактор қызметтер негізінде болды. Ұстаз Сұлутөлік аталатын романдар бар деп айттыңыздар. Дұрыс, балалар жазушы деп атаймыз есінде. Жұлдыз журналының бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы болған. Енді жалпы біз осы қазір сіздердің қолыңызда менің қолымда кейіпкерлер, ол түсін мен деп аталады, бұл жұмбақ кейіпкер. Қазір сіз өзіңіз сол кейіпкерді жатқа білесіз, қандай сипаттау негізінде сол кейіпкерді сипаттап беріңізші деген кезде өзіңіз жатқа айта аласыздар да. Мен қазір кейіпкерлерді ортаңызға тастайын. Топтың жетекшісі алып, соны жұмбақ кейіпкерді өзі сипаттау бойынша жеткізеді. Сіз соны табасыздар. Бастайық. Алпа топтың жетекшісі. Айта ғой. Тыңдаймыз, мұқият тыңдаймыз. Мұндай қызды кім көрген десейші, түк имені жоқ өзінде. Талассаң, тоқтамай бет бақтырмайды. Оқталсаң, жағаласуға дайын. Нағыз қызыл шоқ қызыл пәле. Күлдар. Назым. Есекіл. Жақсы. Келесі оқушылары? Тағы, сіздерде? Бейтаныс болғаның түрінде пәлендей сымбат жоқ еді. Бірақ қара денесіне тура бір май жаққандай бұлшық еттері бүлк-бүлк етеді. Оның суға түскенін байқамасам керек. Екі-шекесі торсықтай кең маңдайына бұрала түскен өре шашы су тамшыларымен таңы түскен шықтай жалтырайды. Екі қабағы тура бір күнкере салған кесе секілді. Бетінің еті қалың, ал ерні жұқа болды. Қабылғасын? Бұл нұсқасын шығаршы? Жақсы. Келесі оқушылары? Мамлекке бір уыс асық беріп көңілді қойған. Себебі осы төңірде одан
басқа асықты шебер ойнайтын ешкім жоқ еді. Ешқашан мүлт кетпейтін еді. Сондықтан да әрдайым балалардың асығын ол алатын. Келдібай ағай оны мектебіміздің суретшісі, болашақ суретші, мектебіміздің мақтанышы деп те атайтын. Осы ауылдың үстінен басқа ауылдың шыбындығы өтсе келе, соны бүкіл ауылға жайып жүретін еді. Алдында да Нығметтің шайтан арба алып келген кезде оны да жалбарынып бірінші мініп көргенде ол бала еді. Ол кейіпкер кім? Иманбек. Ертай. Дұрыс. Кейде балаларға төсе қол дейді. Айтса айтқандай қолы да бойы да ұзын. Жанына пышақ жанағандай терісі сүйегіне жабысып қалған. Өзі апарып. Қашан көрсең де кішкентай балалардың арасында жүргені. Балаларды тек жүре ғана қоймай, оларды шағыстырып, төмелестіріп қоятыны бар. Ол қандай? Иманбек. Жақсы, жақсы. Енді диспекторлар қолында, шаманында, бағалау керекендер қолдарыңызда бар. Өзіңіз енді бағалау парақшаларын дайындап қойыңыздар. Енді қазір біз шығармаға қарайғы талдауға кірісеміз болды. Шығармаға талдауға кірісеміз. Қазір біз дел әдісі бойынша жұмыс жасаймыз болды. Сіздің тобыңызда сіз суреттеп отырып баяндайсыздар тапсырмаларыңыз, А әріпін алған оқушылар, Е әріпін алған оқушылар бар. Сол шығарманың негізін талдайды. А әріпін алған оқушылар, Е әріпін алған оқушылар бар. Сол шығарманың негізін талдайды. Енді кейіпкерлердің бейнесін тапсырма бойынша орындайсыздар. Салыстырасыздар. Сіздің сам өтелеріңізді байланыстырасыздар. Енді біз етке қараңыздар, тақтара тапсырмаларыңызды ет қараңыз. Бірінші, топ оқушылары кейіпкерлерді және олардың әрекетін сипаттау. Қолыңызда семантикалық карта бар. Осы семантикалық картаның негізіне қарай отырып, сіз мәтіннен сол келтірілген үзінділерді қараңыздар. Кімнің сөзі, қай кейіпкердің сөзі? Ол қандай әрекеттер арқылы анықталады, қандай әрекеттер негізінде көрінеді? Осындай қараңыздар. Соны өзіңіз сол тұстарды баяндай отырып жеткізесіздер. Бұлар баяндаушылар. Келесі, екінші топ оқушылары, сіз шығарманы оқып отырған кезде өзіңіз сол кездегі пионерлермен қазіргі ұландарды қалай салыстырар едіңіздер? Бір-біріңізге сұрақ қоясыздар, сол сұрақтың мәнін мысалдармен ашасыздар. Ал үзіндіні өзіңіз әрбір эпизодтың негізінде мәтінін ала отырып, шығармадан ала отырып, соны талдау жасайсыздар. Түсініп қойдай? Келесі, үшінші топ оқушылары. Кейіпкер тіліндегі сөз қолданыстарын анықтайсыздар. Түрлі мінез құлықтардың әрекеттерімен көрінеді. Қандай кейіпкерлер, қандай әрекеттер үстінде көрінеді. Келесі, төртінші топтың оқушылары көркем әдебиет арқылы оқығандарын ортаға салып байланыстырады. Сіз бұрын қандай шығармамен таныс болдыңыз? Жаңа біз кинофильмді көрдік, үзінді көрдік. Сіз соны негізге алып та мысалы өзіңіздің тапсырмаңызды орындауыңыз болады. Келісіз бе? Бастайық бұндай. Мен сіздерді бағалау үшін қазір орталарыңызға, жұптарыңыздың ортасына 100 теңге қоямын. Сіз оны өзіңіз бағалау үшін қазір сіз жұбыңыз. Олғасы мен жұбыларым. Кім жұбыңыз? Әрекет, сен не оттап отырсың, кімді қарғадың? Кейіпкер Иманбек. Қандай әрекеттер негізінде көрінеді? Иманбек Ертаймен жағала сұхбат өткені Иманбек Ертайдың киімін тығады. Сосын Ертай бұл киім тыққан адамның суға шомылып жатқан кезде киімдерін тығып қояды, да? сондықтан Ертай сол алған адамды қарғап барлық замандықты соны сөйледі. Сонда Иманбек оған ашуланып, оның жауабынан бір тебеді. Келесі? Қандай намысы? Төртінші өзінде оның үстіне алдыңғы күні Келдібай аға екеуміз мектептің қаққан аралығында қабырғада ілулі тұрған Қайырболдың суретін көріп таңдандымыз. Бұл жерде Шаншатай өзінің ағасы Келдібай жаңа директормен мектепті аралағанда тақтада іліп тұрған Қайырболдың суретін көреді. Сол кезде таңданып, не деген тамаша сурет, ол біздің болашақ суретшіміз Ертайдың салған суреті дейді. Мақтаныш дейді солай. Бұл өте дұрыс. Және де бұл эпизодта бұл сөздер Шаншатай, яғни кейіпкер Шаншатай болды. Сіздің негіз шамаңыздар үзінді?
Жақсы. Сіздің қалғаныңыз оның атасы Шаншардай, оның атасына өте қатты ұнады. Себебі оның үстіндегі киімдері өте ұқыпты, өте таза, әрі киімдері өте әдемі, өте ұқыпты ол екенін атасы байқады. Сондықтан ол немересіне сондай баламен дос болуы. осындай ұқыпты балалармен дос бол деп не мүмкін жол көрсетеді да өкінбейсің дейді өзімен дос болсаң дейді иә. Тағы толтыратыныңыз ма? Жақсы. Сайттың тамшылары атты шығармасында пионерлердің галстугы қандай түсте болады? Пионерлердің галстугы ол кезде қызыл түсті болады. Оны әрдайым ертай мерекелерде киіп жүретін еді. Осыны байқаған Шаншардай оған келіп болса да, себебі пионерлер оны әрдайым қашан да болса бойында тағып жүру керек. Себебі өзден пионер екенін бүкіл жұртқа көрсету үшін. Саған қоятын сұрағым, ал ұландардың галстугы қандай болды қазіргі? Екі өмірді салыстыра берейік. Ұландардың қазіргі замандағы ұландардың галстугы көк түсті. Оның себебі қазіргі заманда Қазақстан Республикасының байрағы көк түспен бейнеленген. Соған туымыз түстес галстук mesela. Соған арнап ұландар тек көк түсті галстуктар киеді. Тамшы. Ертайдың жауы Иманбек, ал Қожаның жауы Жантас. Бұл жерде мысалға жауы деп есептеуге болмайды. Жалпы бұл жерде мысалға арасындағы бір-бірімен кереғар құлыстанып жатты, бір-бірімен түсінбеушіліктер болып қалады. Одан кейін мысалы бір-бірінің арасында қызғаныштар болып қалады, сол емес пе? Мақтаншақпын деген сөздің өзі қандай ауыр келді саған сен. Қай кезде айтады сен мақтаншақсың деп айтады? Қаншада жақсы өзінің үлгілі киім киіп шыққанда, оған ертайда қырсылап өзінің жақсы күйден киіп шыққан кезде туған Ержан маған көріңізде мынау өте мақтаншақ сәнқой деп оны мұқатқаны бар. Атасының Қараңыз да, иә? Толтырсын ба? Тағы? Бұл жақта Ертай Шаншардай жазылса, ал Қожа Жанарды Жантастан қызған. Дұрыс. Қыздардың арасында талас тартыс негіз көріп жатыр да? Қараңыздар да, бұл жерде мысалы бір-бірін ұнату, тек қана қызды ұнату емес, қызға сүйсініп қарау емес мысалы балалар. Қараңыз, олардың бәрі дос, солай емес пе? Досқа қызығу, досқа сүйсініп қарау, соның жақсы өнеген істеріне өзіне қарай қабыл алу, солай емес пе? Қараңыздар, мысалы адам бойында қандай адам баласы болсын, адамның бойында қызығу болады. Қандай кезде, қай кезде болсын мысалы, қызығу қаншалықты өріс алса, қызғаныш соның тасасында болады, солай емес пе? Адамның жаны сондықтан қызығуға жаны құштар болу керек те, қызғаныштан жаны не? Аулақ болу керек. Неге шығарманың аты Тамшықара деп аталынды? Себебі бұл шығарманың бас кейіпкері Шаншардай оны Тамшықара болды. Сондықтан барлығы оны Тамшықара деп. Автор және Шаншардайды бүкіл балаларға үлгі болсын деп осындай қасиеттерді берді. Басты кейіпкер болды. Ал нағыз үлгілі оқушы, нағыз ұлан оқушы қандай болу керек? Бірауыз тек қана. Нағыз үлгілі оқушы қандай болу керек? Айтамын деп.
әдепті, құқықты, кішіпейіл, сыпайы, Дұрыс айтасыз. Тағы. Қандай болу керек қазір? Қандай болу керек? Таза, сыпайы болу керек. Тағы болу керек? Галстук үнемі тағып жүру керек. Үнемі тағып жүру керек, дұрыс галстук қалдырмау керек, иә? Үлгілі және дұрыс болу керек. Дұрыс айтасыздар, өте жақсы. Қараңыздар, енді біз мысалға осы әңгіменің негізін қорыта отырып балалар, қазіргі біз өзіміз сол шығарманы оқу арқылы балаларды неге үйретіп жатыр? Еңбек майданына үйретіп жатыр, да? Біз де мысалға еңбекке қарай түсіреміз. Біздің еңбегіміз не? Біздің оқу, білім, солай емес па? Білімді терең меңгеру біздің мақсатымыз осы. Сұрағымыз аяқталды.